Real Focus Балалар киностудиясы. Арсен. Арсен. Ал балалар, қазақ тіл және әдебиет апталығы біз бүгін менің арманым атты шығарма жазамыз. Ал апта соңында ең үздік деп табылған шығарманы мектеп директорының өзі марапаттайды. Қане бастаймыз. Қане балалар, жинаймыз. Әкел. Гүлмира Атамбаевна, мен кішкене... Арсен, сен әлі жазып бітпегенсің бе? Түсінесіз бе, апай? Сенің ондай әдетің жоқ еді ғой. Әрине, сабақтан кешігетінің бар. Бірақ сен жақсы оқитын балалардың қатарынансың ғой. Жарайды. Өзіңнен көр, Дүйсебеков. Бұл не істеген? Шаман бағалсам, атым ренжитін болды ау. Апай да көр. Бүкіл мектеп қайтып кетеді, біз ақ қалады екенбіз, а? Ой, не аласың, мына кетіп пластичный. Кетіп жігіттер. Кетіп ойнаймыз. Дәулет! Жігіттер осылай ғой. Берген. Кет, ана. Пока, мен кеттім. Жақсы, салма. Апайға сәлем айттыңдар ма? Мақсат, Айзере, давай. Давай. Біз кеттік.
Мен оны түсімде көрдім. Енді айта алмайым. Түсімде көрдім дейді. Ал біз екеуміз... Мен осы уақытқа дейін ондай жерді мүлдем көрмеген. Табиғатын айтсаңшы, керемет. Неге? Біз оны айтпасылармен тең емеспіз. Не осы сендердің ойлау қабілеттерің бәрі бірдей, а? Бәрін де осы әңгімені айтасыңдар. Өйткені ол шындық. Бізге дейін сондай болып келген жағдай. Дәл саған келгенде өзгеріп кетеді дейсің бе? Ал маған бәрібір. Ойбай, мыналардай. Жігіттер, нені бөлсамай келе жатсыңдар? Біз... Ештеңені. Қайдан келіп қалдың, Айжан? Ешқайдан. Сен не? Біздің сөзімізді тыңдап тұрсың ба бағанадан бері? Не болды саған? Менің ондай әдетім жоқ. Айтқандай. Бүгін беті шатаспасам? Иә, құттықтайм. Ұмытып кетсем деп едім, бірақ рахмет. Сендер не? Белгісіз штрихтармен сөйлейтін болғансыңдар ма? Әлде менің түсінігім жетпей жатыр ма? Бүгін Айжанның туылған күні. Ойба, туған күніңмен? Рахмет. Сендерді бүгін туған күнмен шақырамын. Обязательно келіңдер мақма? Жарайды, жақсы. Айжан, кешке қайда барамыз? Қайда болады дегендей? Адресті WhatsApp-тағы группаға тастайым. Күтем. Давайте. Жүр, қайтасың ба? Не болды? Сен бара берші. Ал сен ше? Жүр, төлеймін. Жоқ, керек жоқ. Осы уақытқа дейін төлегендерімді қайтарым керек алдымен. Саған қайта деген кім бар? Рахмет досым, келесі жол. Кешке міндетті түрде кел. Я. Апа, көмек керек па? Атаңа рахмет, сенің айналайын. Апа, жолдың арғы бетіне дейін ба? Жолдың арғы бетіне бақтасасың болды, ары қарай жақын. Мына мәшине құрғыр тоқтамайды өзі. Апа, мұнда жаяу жүргіншілерге өтуге болмайды. Жүріңіз, мен сізді ана жерден өткізіп салайын. Солай ма? Иә, жүріңіз. Айналайын, рахмет саған, көп жаса. Ана, жолдың арғы бетіне дейін апарып тастасаң болды. Ары қарай жақын. Апа, неге жалғыз өзіңіз жүрсіз? Осынша марузатпен. Ауылдан келген ғой. Балама келдім. Иә. Ана шопыр бала. Соншама шырбай дейді таксиді. Жүрегімді аузыма тығып жіберді ғой. Апа, мына жерден бірге өтейік, осы жерден бе?
айналайын. Мына жерге қоя сал. Рахмет, айналайын, рахмет. Апа, Ойбай, қабая, қап мына құрғырдың бояуы шығатынын айтпаппын ғой саған. апа, туған күнге бара жатыр едім. Ойбай, ұят болды ба сенен. Жүр, мен жуып бере қояйын саған, жүр. Қап, енді қайтсем Апа екен. мені шақырып жатыр. Ұят болды ба? Я досым. Я, келе жатыр. Үйге жүр, Жоқ. Жақсы апа, мен кет. Рахмет, айналайын, көп жаса. Диас бүгін Айжанның туған күні. Енді мына кафе әдемі екен, я? Ой, мен келген бұл жаққа. Қазір кірген кезде бәрімен общий амандаса салайық, я? Сөйтейік. Мен оның туған күні өтіп кетті деп жүрсем, Айжанның ой, сен қуасың өзі. Шашында маңызды. Общий привет. Ариф, қалайсың? Сәлем. Балмұр қалай? Бағана подругам ғой, әдемі шарлары. Диана. Маған бұдан да күшті жасап жүрсің ба? Кеше футбол көрдің ба? Россия. Комедияны көрдің ба? Жестко шыққан, ә? Ана орыстардың комедиясы шын шыққан, ә? Сол, айтпақшы. Қазір көрмеңіз, күте тұр. Ой, сағат 8 болды ғой. Қалғандары қайда? Біз бастап келіп қалады қазір. Сен уайымдамашы. Бастай берек те өзіміз. Келгендер отыра береді шетінен. Арсен келе жатыр. Көркемде дәл қазір маған SMS жіберді. Құттыбек, сен тамада болшы. Қой, не хватало еще? Катя! Саған жаман нәрсе айтып жатыр ма? Баста енді сен басқарасың ғой енді. Айжанға келгенде. Ей, бір! Мақыл тамадамен. Просто бәрін қазір биге тұрып кетіндерші. Содан? Қарым ашып кетті, тамақ жеп алайық. Дұрыс айтады, билеп алайық. Оған дейін басқалар да келіп қалар. Маэстро! Алло. Я. Тұрмын ғой сыртта. Бері қарасай. Не ағып отырсың? Айжанды шақырып жіберші, мен кетем. Не болды? Бетің күйіп қалды ма? Мынаны қарасай. Не істедің? Күлмеші. Енді Сондай оқ қалды. Болмаса сен бере сал. Мен кетем. О, досым, жүрішке. Сонша жерден кел. Бірден кетейін ба? Көркем әдемі болып кетіпті. Қачабы сол үшін кірсе? Мына түрмен ба? Ұялсаң пиджағы шешпей-ақ қой. Бәрі ізің болады. Жүрсен адам жалындырмай. Билейін, шашап кеттім. Сөзі бетіне бұл жетіп жан жүру керек. Ана Нұрсұлтан болады. Жақсы болады, кеше. Қалай болады? Ей! Тыныштық сақтаймыз. Қанекей достар, орнымызға жайғасайық. Құдай қаласа көктемде келеді әжем 80-ге демекші. Дұрыс қой? Несі дұрыс? Мен саған әже емеспін. Отыр. Сөздің аяғына дейін тыңдау керек. Сол демекші, бүгін міне Айжан құрдасымыз 80-ге. Ой, 13-ке келген жайы бар. Бұны айтып жатқан себебім, жасың 80-ге келе берсін Айжан. Үлкен апа бол айналайын. Шапалықтарың қайда?
кел. Сені күтіп отқан едік, кел. Кел, шеш, іліп қоямын. Жоқ, Ыстық бұл жақ. жоқ керек Шеше жоқ. бер, әкел. Маған осыны ыңғайлы. Басқа көйлегі жоқ па? Кір көйлек киіп алған. Алдын ит жаласа киім бар. Былш етіп. Арсен осындай еді. Туғаныңа келгенше нормально келеді. Мен кеттім. Басқа есікпен шатастырып алдың ау Арсен. Мұнда туған күн болып жатыр. Ағайын, шығып кетсін ба? Шақ кетсін. Бек қозы я! Арсен де, сендер секілді менің қонағым. Сен мүмкін бос сөзінде доғаратын шығарсың. Мен жай әзілдеп, не болды сонша? Атақ маған бәрібір. Құтбек, жүргізе бер. Арсен, жүр. Оны білесің ғой. Далбасалай береді. Мән бермей қой соның сөзіне. Базардан киімдерді көп көресің, ұнағанын үстіңе киіп көресің. Ал бағасы 48 мың дегенде, сол киімді өмір бақи жек көресің демекші. Базардан көңілі қалған осында төрден ойы балар орны бар. Бүгінгі туған күн иесінің жан құрбысы балаларға сөз беріледі. Шапалақ! Бәй, нені айтып жатырмын? Базардан нені аңдып жүрсің ба не? Саған тос бердік. Сөйлеш. Таяқ жейсің сен. Вроде бы бәрі биге шығып кетті. Ешкім жоқ. Арсен, бұл сенің шансың. Давай. Көркем. Не? Жоғалша, урод. Ойым екен ғой. Құрсын. Вальс бастап кетіпті ғой. Енді точно шақырам. Давай. Так, бүйтіп костюм Көркем, сен биге бола ма? Әрине. Ой, мына күшіктіңді жүрмейтін жері жоқ екен ғой. Жүрш, Арсен билейікші. Махаббаттың құдіретіне бағынбаған жан жоқ шығар бұл дүниеде. Келісемісің, Көркем? Әрине, сен сұрағыма жауап берші. Қандай сұрақ? Құс болып ұшып жоғалсам, не етер едің? Сені іздеумен мәңгілік өтер едім. Отқа түсіп өртенсем не етер едің? Күл боп бірге соңынан кетер едім. Бұлдырасам сағымдай, не етер едің? Жел боп қуып, ақыры жетер едім. Қайға келсем басыңа, не етер едің? Қойшысын, бәрін де көтерем. Біз бүйтіп жасай алмаймыз. Айжан үндемей жүріп, пысық бәрін түсініп қарасай. Айтарлық
Ал менің подружкаларым. Бұл жерде тұра беретін болсақ, тұра беретін секілдіміз. Мыналар әңгіме соғып тұра береді. Оданша кеттік. Жақсы, қыздар, пока. Ал жігіттер, қыздар. Бізде уақытты көп созбайық. Данил, қыздарды алды кеттік. Жүр. Пока, қыздар. Қайдам, мамада бір. Так, Арсен. Бұл шансты енді жіберуге болмайды. Бар күшті болды. Ойдағыдай. Қашы. Жүр, мен сені шығарып салайын. Жарайды, жүр. Арсен, сонда мені кім шығарып салады? Бергеш. Ау. Сені Арсен апарып тастайды. Тағы да туылған күніңмен бәрі әдем болды. Жарайды. Кет. Сен жақсы баласың, тек көйлегің менің кесірімнен шыртылып қалды. Ештен кетпес, уайымдамаш. Ал, рахмет. Пока. Көркем. Ау. Не... Ертең сабаққа келесің ба? Я, әрине. Жай ма? Жай, мен де келем. Пока. Пока.
Көр. Апай, Не апай? ой, Гүлмира Атамбаевна, кіруге рұқсат па екен? Кешігіп қалдым. Көріп тұрмыз кешіп қалғаныңды. Неге? Үлгере алмай қалдым, апай. Мектеп формаң қайда? Ертең киіп келем. ертең бәрімізге демалыс. Ал сен мектеп форманы киіп кел. Сөйтте мектепте есі ауысқан адамдарға ұқсап бір өзің сабақ өт. Жоқта, бұл мектеп қой. Мектепте мектеп формасымен келу керек. Мен де кигім келеді. Свободный форма. Руслан, тыныштал. Апай, Тыныш. Арсен, ал сен шығармадан екі алғаныңды білесің ба? Отыр. Енді кешіп келсең сыныптан шығарып жерем да, одан кейін ата-анаңмен келетін боласың. Не болды екен? Кеше көйлегін әлгі ит жыртқан болатын. Ал Арсеннің басқа көйлегі жоқ па? Мүмкін емес. Ал мүмкін болмаса, неге басқа көйлегін киіп келмейді? Мұнда бір құпия жатыр. Ал оқушылар, әрі қарай жалғастырамыз. Тәттімбет Қазанғапұлы, ол күйші, композитор, шертпе күйшілерінің негізін қалаушыларының бірі. Ол халық күй өнерінің классигі. Атқа ерте мініп, ол кісі ел ісіне ерте араласқан адам. Тәттімбеттің кең тараған күйлерін қане кім біледі? Не болды? Әкеңіз. Не болды? Өзіміз барам. Ата, мына сөмкем ішінде көйлегім бар. Тігіп бересіз бе? Немене кіріп алып жүрсің оны? Балам-ай. Көзілдіргім үйде қалды. Оның үстіне ине жібінде жоқ. Мынаның кішкентай қалташасында бар ине жіп. Тағы сізге көзілдіктің керек жоқ қой? Неге? Жап жоқсыз ғой әлі. Vay, onu kim açtı? Өзің бір домбыра тартқандай келтіріп қояды екенсің. Бір жыл музыкалыда оққан ғой. келесі сабақта келіп, білетін күйлеріңді төгіп жерсей, ондайды көрмеген шығарсыңдар, я? Не болды сонша? Бізді түк көрмеген адамға ұқсатташ. Өтірік па? Өтірік әрине. Не көрдің ал? Руслан, сеніңше біз ештеңе көрмеппіз. Сен кеше қашып кеткенде маған Арсен көмектесті. Сол ма сонда сенің бар көргенің? Сондай жағдайда қыз баласын жалғыз тастап кеткенің көпті көргеннің нәтижесі ма? Не демексің? Керек десең, мен ол батырың неспен айналысатын білем. Неге сабақ бітпей, немесе сабақ аяқтала сала үнемі кет қалатын да білем. Көркем, сен міндетті түрде көруің тиіс. Басқалар да көріп көзайын болсын. Рус. Не болды сонша? КВНнің шуткалары қызық па? Ал сендердің қазір барып көретіндер одан да қызық. Қоймадың ғой, барып көрейікші. Жүріңдер көрсек. Ата, биылғы жыл қызық болып отыр, былтырғыға қарағанда ше. Ата, өткенде бір қыздың туған күніне барып едім ғой, есіңізде ма? Сол кезде бір қызық болды. Былтырда бір баланың туған күніне барып едім ғой, есіңізде ма? Шашымды тарап, дайындалып. Ата, тағы менде тура сондай туған күн жасасам қалай қарайсыз? Бола ма екен, болмай ма екен? Балам-ай. Хәле, хоп!
жүр. Сабақтан неге кешіп келетін көрдіңдер ма? Ай, масқа. Әкешке салып берсе Руслан қойсайын мұның ұят емес пе? Не, мен өтірік айтып тұрмын ба? Барды бар, жоқты жоқ деп айтатын адамым ғой мен. Неменеге күлесіңдер? Мұны менен таң қалдырам деп ойладың ба? Сен жақтап тұрсың ба? Қорғаушы періштемін де. Руслан, сенің ойың түсінікті болды. Кешегі жағдайдан кейін кешіргім келбеді, ал мынау тірлігің тым артық. Осымен достығымыз үзілсін, маған енді мүлдем сөйлеме. Кеттік ей, мынау несіне адасқан ғой дейм. Жай тұрсыңдар ма? Жүрсіңдерші. Өзің бара бер. Сені қандай екеніңді білдік. Жарайсың. Біздің көзімізді аштың. Біз Арсенді жек көріп жүрсек, нағыз жек көретін адам сен екенсің ғой. Сен? Бар, өзің секілді достарыңмен бірге бол. Өй, сендерді ме? Көрдіңдер ме? Бірдеңе деші. Не айтамды да білмеймін. Шынымды айтсам, мен сенің мұндай жағдайда екеніңді білмеппін. Сонда Біздің барлығымызды Руслан алдап әкелді ол жерге. мен анам мен әкемді мүлдем көрмеген. Анам да, әкем де сол атам. Кейде сол көрмеген ата-анамды сағынамын. Ал Руслан болса, мені көрген сайын мазақ етіп өтеді. Сен ол үшін қайғырма, мен сенің досыңмын. Сен мені түсінбейсің. Ешкім де түсінбейді. Атам ғана түсінеді. Бірақ кейде ол да түсінбейді. Олай деме. Қалай дейін? Кешір. Ес білгелі сенің әкең мен шешең әрдайым сені қолдап, бақылап жүреді дейді. Түнде жатар алдында атам екеуміз ана мен әкеме дұға етеміз. Олар ана жақта қиналып қалмас үшін солай жасаймыз. Оны кім айтты? Атам. Жеңілдеп қалдың ба? Мен сенің досыңмын. Маған кез келген сырыңмен бөліссең болады. Қыз бен баланың арасында достық болмайды. Сен менің досым емессің. Мен кіммін? Сен менің. Қазақ елі үшін егескен, өзінің қысқата жарығы өтті өмірін жан-тәнімен халқына арнап, Арыстан бабамыз Махамбет Өтемесұлының қазақ әдебиетінде алатын орны ерекше. Рухы биік жырлары атадан туған аруақты ер екенін дәлелдей түседі. Кір! Рұқсат пе екен, апай? Арсен! Мен саған өткен сабақта не дедім? Не? Бар шық сыныптан. Гүлмира Атамбаевна. Ал сен отыр сөйлеме. Тез қимылда. Айзере, ары қарай жалғастыр. Намысшыл ержүрек жауынгер, өзінің қысқата жарығы өтті өмірін жан-тәнімен халқына арнап, найза үшін қалам құдіретін шебер ұстастырды. Біз қазақ халқы Абайдың ғибраты мен Махамбеттің жігерімен еңсетіктеген әулетпіз. Бірі рухты ұранымыз, бірі рухани ұстазымыз. Кір!
Мен саған не дедім? Саламатсыз ба? Марал апай? Сіз қайдан жүрсіз? Мам, Балалар, отыра бендір, отыра қойыңдар. Гүлмира Атамбаевна, мен тосыннан келгеніме айып етпессіз. Ол не дегеніңіз? Мен осында келе жатсам, мына Арсен коридорда сабаққа кірмей тұр екен. Мұндай тәртіпті баланың сабаққа кірмей тұрғаны жарамас деп сыныпқа кіргізуге келген едім. Марал апай, ренжімеңіз. Оны сыныптан шығарып жүрген мен едім. Оны тәртіпті дейсіз. Сабаққа ерте келген соңғы күндері байқамай жүрмін. Бұған бұл кінәлі емес, есесіне мен кінәлімін. Қалай? Ол бұлай болған. Тух! Басым әлі айналып тұр. Ол бұлай болған еді. Осылай болды. Мен үйде жата алмадым. Осындай баланы тәрбиелеген ата-анасына рахмет. Гүлмира Атамбаевна, сізге рахмет осылай етіп тәрбиелегеніңізге. Сіз өзі жақсы адамсыз, Гүлмира Атамбаевна. Ұстаздан шәкірт озат дейді ғой. Мына сіздің балаңыз сізден де озып көптеген жақсылықтар жасап жүр. Рахмет балам саған. Жарайды, осыны айтайын деген едім. Сау болыңыз. Жақсы, жарайды, сау болыңдар балалар. Сәлем достар. Менің есімім Алмат. Мен фильмде Арсен рөлін сомдаған жігітпін. Шындығында өмірде материалдық жағдайым оншалықты төмен емес. Бірақ бұл образым арқылы сендерге айтқым келгені қарапайым болайық достар. Айналамыздағы адамдардың басында нендей жағдай болып жатса да, түсіністікпен қарап, оларға қол ұшын созуға тырысайық. Өйткені өзгенің басындағы қиыншылық сенің де басыңа түспесіне кім кепіл? Your voice is so